енді биыл бірінші жыл емес, білім басқармасымен, яғни білім саласында қайырымдылық жасап жатқанбыз. Біз Салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры осымен 7 жыл қатарынан осы білім саласында, бала тәрбиесі саласында аянбай еңбек етіп келеміз. Мысалы, жыл сайын қысты, жазды лагерлер өтеді. Сол лагерлерде біз осындай жағдай төмен, озат оқушыларды біз тегін лагерлерге апарамыз. Одан бөлек пандемия кезінде біз 1000 ноутбук тараттық. Осы жаңа өзіңіз сұрап отырсыз, қалай таратамыз деп. Біз осы Абыланов, Гаранмен бірігіп, сол кісілерде әлеуметтік жағдай төмен отбасылардың тізімі бар. Сол тізімдерге қарай біз осы сөмкелерді, ноутбуктарды таратамыз. Жалпы Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша біз 2000 оқушыға дайын 32 құрал, мектептік құрал жабдықтармен қамтылған 2000 сөмке таратып отырмыз.